Су қоймаларының деңгейі 2-3 есегеден артып кеткен Қостанай, Ақтөбе, Атырау, одан кейін Орал қаласын алда не күтіп тұр? Ресейден келе жатқан топан суды тоқтату мүмкін бе? Алашты алаңдатқан сұрақтарға бүгін ашық алаңда жауап беруге тырысамыз. Ассалаумағалейкум. Тікелей эфирдеміз, қымбатты спикерлер. Тақырыбымызға қатысты қоятын сұрақтарыңыз болса, мына төменде көрсетілген желілерге хабарласыңыздар, WhatsApp желімізге жазбаша хабарлама жібере аласыздар. Студия қонақтары парламент мәжілісінің депутаты Жұлдыз Сүлейменова ханым. Су ресурстары және ирригация министрлігі су шаруашылығы комитет басқармасының бас сарапшысы Ғалымжан Қамарбеков. Гидротехник Аманбек Мырзахметов ағамыз. Және де ұлттық волонтерлік желі мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл департаментінің басшысы Айбек Досымбетов. Қош келдіңіздер студиямызға. Қауіп төніп тұрған өңірлерді аралап шыққаннан кейін біздің вице-премьер Қанат Бозымбаев бірнеше маңызды мәселелерді айтқан еді. Бұл бірінші кезекте мына Ресейден келе жатқан су деңгейі ол Атырау қалаларында, Атырау облысында жаңағы төтенше жағдай жариялануы мүмкін екендігін ескертті. Мінекей зардап тигізуі мүмкін екен, төтенше жағдай жарияланды. Оралда облыста төтенше жағдай жарияланған етін, және Ақтөбе қаласы мен Ақтөбе облысының екі бірдей ауданында жергілікті деңгейде төтенше жағдай жарияланып отыр. Ең бірінші кезекте мына Ирикла су қоймасына қатысты елді алаңдатып отырған мәселе, яғни о жақта су деңгейі қазір қателеспесек 15 есеге артты ғой деймін. Иә, Ғалымжан мырза. Сосын енді мынау рұқсат болса шығып ортаға түсіндіріп берсеңіз болады. Бізде мына кәдімгі түсінікті тілмен жеткізіп берсеңіз, мынау Ирикла деген су қоймасы Орынбордың маңайында, иә? Орынборда енді жағдайды көріп отырмыз, Орынборда не болып жатқан барлығымыз көріп біліп отырмыз көзбен. Өзіңіз айтып беріңізші, ол су қоймасы бүгін шықты, кешеден бері жіберіп жатыр, иә? Қанша болып жіберіп жатқанына? Су деңгейін қазір осыған дейін қанша еді, қазір қанша болып жатыр осы деңгей? Орыс қаласынан басталды дейді. Жалпы ең бірінші мынау Жайық өзеніне судың көтерілуінен бастайық. Жайық өзеніне біздің аумағымыздағы, республикамызда Ақтөбе облысындағы Ілек өзені. Ақтөбе облысындағы Ілек өзенінен басталды. Ол 25 наурызда түнгі ауа температурасының түнгі мәні, яғни минималды мәні 0 градустан 10 мәнге өтіп, 26 мен 28 аралығында жаңбыр жауып, Ілек өзенінде су тасқыны туындады. Соның әсерінен су қоймаға, Ақтөбе су қоймасына тікелей 2 тәуліктің ішінде 200 миллионнан аса су келіп, Ақтөбе су қоймасының су тастау мөлшерін 1000 метрге дейін көбейту шешім қабылданды. Және ол 36 сағат бойы 1000 метр куб секундында су төменгі Ілек өзені арнасымен тасталды. Және де Ілек өзенінің бойында Ақтөбе су қоймасынан төмен тамды және басқа да салалардың келіп құйылуымен, еріген далалықтағы еріген қардың құйылуымен біздің шекарада, Ақтөбе Ілек өзенінің Ресей территориясына өтетін шекарада Ілек Целинная деген гидропост бар, қазгидрометтің посты. Сол жерде нақты өлшеу мүмкіндік болған жоқ, бірақ шамамен 1500-1800 метр куб секундына су өтті деп пайымдап отырмыз. Ол судың барлығы Ілек, ол Ресей территориясында, Орынбор облысында неге Жайық өзеніне келіп қояды. Соның әсерінен Жайық өзенінің арнасынан ол да асып, су молайып, Иреклин су қоймасына 2800 метр куб секундқа дейін приток келіп түскен су сондай мөлшерде болды. Иреклин су қоймасы өзінің су мөлшері асқаннан кейін, ол да өзінің су біртіндеп, өзінің су тастау көлемін арттыра берді. Және де 5 сәуір күні оның мөлшері 2800 метр куб секундқа дейін барды. 2600 метр куб секундқа дейін барды су тастау. Оның барлығы яғни секундына 2600 тонна су кетіп жатыр деген сөз ғой. Метр куб секунд. Оның бәрі біздің Иреклиннен тасталған су біздің Жайық өзенімен біздің аумағымызға кіреді. Және оның жету уақыты енді шамамен 15-20 күнде отырмыз. Ғалымжан мырза, осы жерден бастайық. Жету уақытынан бастайықшы. Міне, алапат су келе жатыр деп айтуымызға болады ғой? Болады. Алапат үлкен, ірі көлемде, аса ауқымды су келе жатыр. Бір өзен деп те айтуымызға болады, немесе каналдың суымен бірдей ғой, былай қарасаңыз 2800 шаршы метр куб дегеніміз енді алапат су ғой. Бүйтіп шықты Ресейден. Жолында кездескендер не істейді? Жолында тұрған қалалар бар,
ауылдар бар, елді мекен, жайылып жүрген мал бар, дүзде жүрген аң бар. Осының барлығында қандай қауіп төніп тұр? Және сол жақтағы жергілікті тұрғындарға қандай кеңес бересіз? Осыны айтыңызшы. Жалпы су тасу кезеңінде өзен өзінің арнасынан жайып, Жайық өзенінің арнасынан тасып, өзінің жайылмасымен ағады. Өзеннің өзінің арнасы бар, жайылмасы бар. және жайылмасы бар. Жайылмасына ол заңмен шектелген. Бізде жайылмасына құрылыс нысандары болсын, басқа болсын, ол бізде су қорғау аймағы, су қорғау белдеу деген термин бар. Сондықтан да осының бәрі осы негізде жайылмасымен алған, су тасу кезеңінде жайылатын. Сол кезеңде соның жағасындағы және оған жақын орналасқан елді мекендерде су басу, су тасу қаупі осындай жағдайда туындайды. Туындағанда бар болып тұр ғой қауіп? Иә. Бүгінгі күнде, қазіргі күнде енді төтенше жағдай министрлігімен және жергілікті атқарушы органдармен осы алапат судың алдын алып қауіпсіз деңгейде өткізіп жіберу және елді мекендерді барынша аман сақтап қалу мақсатында бірігіп жұмыла жұмыс жасап жатыр. Көрерменге түсінікті болу үшін айтайық, кешірім сұрап сөзіңізді бөлгеніңізге. Жайылма дегеніміз жаңағы мынау судың арнасы бар кәдімгі, беті. Осыдан былай шығып белгілі бір деңгейде қауіпті деңгейге дейін мысалға жайылма дейді, соны жайылма дейміз. Жайылмаға енді жайықтың жайылмасына мына ағып келе жатқан су сия ма? Жоқ әлде жайылмаға сияды. Себебі ол табиғи процесс. Бірақ дегенмен біздің қазір көп практикада байқалып жатқан өзеннің жайылмасына, яғни су қорғау аймағына дейміз біз, құрылыс нысандарын заңсыз салу орын алып жатады. Басқа да рахмет, орныңызға тұра берсеңіз болады. Түсінікті. Орыстан басталады, Орынборға барады, Орынбордан бірінші Оралға жетеді ғой су. Сіз айттыңыз, жаңа 5-інде басталды, осы артығымен жіберу, 2800 куб метрді жіберу осы 5-ші сәуір күні басталды. Оралға қанша уақытта, енді 2 күнде жете ма? Сосын ар жағында мынау Ақтөбе, Атырауға қай уақытта? Жоқ, Ақтөбеге бармайды ғой, Атырауға барады, Атырауға барады. Және Жайық өзенінің Батыс Қазақстан облысында одан да Шаған, Деркөл өзендерінің тасу салдарынан өткенде осы айдың басында және 25-28 күн жылуының салдарынан ол жерде де тасқын болды. Және Жайық Орал қаласының өзіне қауіп төндірді. Және де ол қауіптің беті қазір Деркөл өзені арнасынан су тасу тоқтады. Қазір сабасына түсіп жатыр. Қазір Шаған өзенінен 650 метр куб секундына су жүріп жатыр. Ол Шаған өзені Деркөл екеуі қосылып, тағы келіп Орал Жайық өзеніне құяды. Енді жаңағы Ресей территориясынан келе жатқан су бар. Жайықтың жаңағы Шағанның суы бар, қосылып бірге Батыс Қазақстан облысына, одан бері қарай Атырау облысына келетін су енді. Жайықтың арнасымен. Ары қарай Каспийге кетеді. Енді сол Каспийдің жолын тезірек ашып, мысалы, ондай бір қандай да бір тәсілдер бар ма? Тездету, мысалға, сол бір арнасын ашып, бір қандай тәсілдер бар осы судың тезірек жетуіне, мысалы, Каспийге дейін бір кеш кедергісіз? Енді оны ешкім жылдамдатпайды ғой, өйткені былай айтқанда судың жылдамдығы мына тасқын кезінде 2-3 метр секундіне сондай жылдамдықпен жүреді. Ол енді былай есептеп шықса, бір тәулігіне 200-250 километрдей жүреді. Мына үлкен су мысалы. Ал енді ол үшін аман есен өтіп кетсін, жайылмасын, тезірек Каспийге жетсін деген енді әрекетті ол былай да қиын жасау, ал дәл қазіргі кезде ол мүмкін емес. Рахмет. Не болады сонда? Орал не күтіп тұр? Орал енді сол дәл қазіргі кезде жылда алып жатқан жеріне бөгеттерді жасап, бионы Ғалымжан айтып отыр, ол Оралға мына топан су басқа жақтан яғни өздерінің кішкентай Жайыққа құйылатын өзендерінен келіп жатыр ғой. Сол жақтан зардап көріп отыр. Ал енді Ресейден келетін үлкен су, ол енді жылдағы болатын су жалпы. Оған бұрынғы бөгеттер нығайтылып, жақсылап тұрса, ол шыдайды деген сенім бар. Мүмкіндік бар дейсіз ғой. Рұқсат етсеңіздер, Атыраудан дәл қазір өздеріңіздің әріптестеріңіз, парламент мәжілісінің депутаты Еділ Жаңбыршинді байланысқа қосқымыз келіп отыр. Бағанадан бері күтіп отырсыз. Ассалаумағалейкум Еділ аға. Тікелей эфирдесіз. Енді бүкіл жағдайды білеміз. Қазіргі картинаны айтып беріңізші, өңірдегі ахуал қандай? Елдің жайы. Мен енді кешке қарай ұшып келдім, бірақ менен бұрын осы Атырау облысынан сайланған Әділ Жұбанов осында жүр. Кеше түнде сағат 11-де облыс әкімі штабын өткізді. Біздер оған қатыстық. Облыста төтенше жағдай жарияланған. Жайықтың осы Атыраудан 100 километрдей Индер жағына қарай бірнеше осы қауіпті деген
жайықтың жағасындағы жерлердің бәрін мекемелерге бөлініп берілген, координаторлар тағайындалынған, ресурстардың бәрін мобилизация жасап жатыр. Олардың кеше есептерін тыңдады. Әлде де істейтін жұмыс көп. Бүгін осы таң атпай Әділ Жұбанов екеуміз бірнеше ауылдарды барып аралап келдік. Мына Сарайшық ауылында болдық, Махамбетте болдық, Алмалыда болдық, одан кейін мына Сартоғайда болдық. Бұл жерде жасалып жатқан жұмыстармен таныстық. Бұрын енді 94 жылы су келген, сол судың деңгейі сол жасалынған бөгеттердің деңгейіне бар тоқтаған. Бірақ енді қазіргі келе жатқан судың нөпірі одан көп болады деп отыр. Сол жердегі азаматтармен сөйлестік, үлкен кісілермен сөйлестік. Бұрын сол суды көрген азаматтармен, ауылдың тұрғындарымен сөйлескен кезде осы келе жатқан судың көлемі бұрын 94-тен де кем болмайды деп отыр. Яғни тек қана Махамбет ауданының өзінде 21 елді мекеннің 17-сі жайықтың жағасында екен. Қазір енді сол ауылдардың айналасында бөгеттер салынып жатыр. Бұрынғы ескі бөгеттің үстінен тағы да жаңа көтеріп 1-2 метрге топырақтар үйіліп жатыр. Қапшықтарға топырақ салынып, жаңағы нығайту мәселелері де қолға алынған. Жалпы менің түсінгенім, бүкіл жұмыстар ұйымдастырылған. Әсіресе мына Әділ Жұбанов деген депутат мәжілістің өзінің қаржысына қарайған техниканы жалдап, сол бірнеше ауылға техникалар жіберіп, жұмыстарын ұйымдастырып жүр. Енді айтатын мәселе, біріншіден мына судың деңгейі жаңағы төмен болады, немесе бір біз өтіп кетеміз дейтін ой болмау керек. Қауіп үлкен. Сондықтан әр ауыл бөгендермен қоршалу керек. Өздері айтып отырмын, әр ауылды алып қалуымыз керек деп. Себебі барлығын бірдей бөгет салу мүмкін емес. Сол жұмыстар жүріп жатыр. Тәжірибелер бар. Бұрынғы көзі көрген үлкен кісілердің айтқанын жасап, сол жұмысты ұйымдастырып, әлде де тәртіпті қатайтып, бүкіл ресурстарды қосып, мына мұнай компаниялары бар, олардың мердігерлері бар, кәсіпкерлер бар, ауыл тұрғындары бар, бәрін мобилизация жасау керек. Әйтпесе ертең келе жатқан судың нөпірі кейбір ауылдарды шайып кетуі мүмкін. Ол неден тонау Махамбеттен Каспийге жеткенше де 80-90 километр жер бар. Сондықтан осы жұмыстардың бәрін ұйымдастырып жатыр жергілікті билік. Еділ мырза, бірден екі сұрақ қойын, жауап берсеңіз, бірден жауап берсеңіз. Біріншіден, мынау қазір әлі Еринка жағы Ресейдегі су келген жоқ қой бізге. Мына жайықтың арнасы кішкене болса да су азайып жатыр ма? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, Қанат Бозымбаев 15-20 күннен кейін су келеді деп отыр. Содан төтенше жағдай жарияланады деді. Бірақ жайыққа әлі қауіп төнбейді дейді бұл су келген күннің өзінде. Бұл осы ақпаратты естіген адамдар қандай күйде қазір, мысалға жаппай көшіп жүріп жатыр ма, өздері мобилизация жасап жатыр ма жаңағыдай? Енді бірінші сұрақ бойынша, бүгін біз аудан әкімімен сөйлестік, Махамбет ауданының кіріп, кездесіп, ақпаратты білдік, өзімізде көзімізбен барып көрдік, бірнеше жерден барып. Бір күннің ішінде 1 метрдей су көтерілген. Керісінше көтеріліп жатыр. Жайықтың суы көтеріліп жатыр. Жылдамдық бар. Сондықтан судың деңгейі түскенше керісінше көтеріліп жатыр. Бір. Екінші, енді жаңа айтып отырған Ресейден келе жатқан, Оралдан келе жатқан судың бәрі Атырауға келеді. Ол жайық Каспийге келіп құяды ғой. Сондықтан судың деңгейі көтеріледі. Оны жаңа көрген үлкен кісілер, мен сөйлестім, өзім барып, олардан сұхбат алдым. Жаңағы парақшамда бар, олар айтып отыр, мына келатқан су қауіпті. Оның ішінде ең үлкен қауіптісі бірінші толқын деп отыр. Бірінші толқын соған шыдауымыз керек деп. Ол бірінші толқын келіп ұрған кезде жаңағы бөгеттер жарып кетпеу керек. Эвакуация мәселесі бойынша төтенше жағдай облыста жарияланды. Енді айтылып жатыр, қай жерге қандай пункттерге бару керек. Қазір кетіп жатқанда азаматтар бар, өздері жақсы білесіздер. Мысалы, Құлсарының халқының көбі Маңғыстауға кетіп жатыр. О жақта эвака пункттердің бәрі дайындалып, жұмыстар ұйымдастырылып жатыр. Сондықтан жаңа айтып отырған ең басты мәселе қалада емес, мына ауылдар, мына жайылымда кейбір ауылдар орналасқан, кейбір жаңа айтты ғой, біз бір кісі, мен бет-әлпетін көріп отқан жоқпын. Мына жайылымдық жерлерге, судың жайылатын жерлеріне үйлер салынып кеткен, да? Міне сондай қауіптер бар. Сондықтан кейбір жерлерде мына үйлердің шарбақтары кіріп кеткен, олар бұзып тастап бөгеттер салып жатыр. Себебі бір-екі адам үшін бүкіл ауыл суға кетіп қалмау керек.
міне осындай принциппен қазір үлкен қарқын жұмыстар жүріп жатыр Атырауда. Мына біз енді жылы студия жайлы жерде тұрып айта береміз ғой, айта беруіміз де мүмкін. Енді мына жерде жалпы Атырау жұртына, батыс жұртына елге дұғай сәлем айтыңыз. Өйткені мына от пен суды тілсіз жау деп айтамыз ғой. Қазір мына тура соғыста жүргендей окоп қазып, мына құлсарылықтар, атыраулықтар, оралдықтар деген үлкен күрес жүрген, сол жақтың ер азаматтарының бәрі қолына күрек алып, осы тілсіз жаумен күресіп жатыр. Бұл үлкен ерлік екенін айта кетуіміз керек. Енді осы адам күші жеткілікті ме? Сосын мына Құлсардағы кейбір ауылдарға жаңа айтып отырық қой, өздері үлкен қорған салып суды кіргізбей отыр. Сондықтан олардың талабы от пен су, коммуналдық қызметтерді қосыңдар деген талап бізге жетіп жатыр. Осы қаншалықты орынды қосу мүмкін бе? Егер қосқан күннің өзінде ертең бұл екінші апатқа алып келмейді. Өйткені жаңағы тоқ суды қоссаңыз білесіз, сумен тоғырып адамдардың өзінің өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Кеше бұл жөнінде мен сол облыс әкімімен сөйлестім. Шапкентпен. Сонда мына Құлсары халқының айтып жатқан мәселелеріне байланысты тоқ су қосу жөнінде. Енді жаңа су кетпеген шағын аудандарда ол жағынан проблема жоқ. Мына су кеткен аудандарда ол енді проблема болуы мүмкін. Себебі жаңағы короткий замыкание дейді, қысқа тұйықтаулы болып, үй өртеніп кетуі мүмкін. Әртүрлі проблемалар болуы мүмкін. Сондықтан ол жерлерде кейбір жерлер айырылған екен басында. Сондықтан енді негізінен су басқан жерде адам тұрмайды ғой, қанша дегенмен. Сондықтан ондай жерлерде жаңа тоқ, газ, су, егер мына қауіп төндіру мәселелер туындап жатса, олар енді айырылады. Оны білу керек халық. Мына жаңа айтып отқаны өте дұрыс. Жалпы халық, бүкіл ел, билік бірігіп жұмыс жасап жатыр. Ауылдардың айналасын көрсеңіздер, мына соғыстағы окоптарда жасап қойғандай сияқты бәрін қоршап жатыр. Оны өзіміздің көзімізбен барып көріп, аяқтай жаңа көмектесіп, қапшықтарын етуге әділ екеуміз барып келдік. Бүгін кешке дейін сол жақта болдық. Қазір волонтерларға барамыз, бұйырса кешке таман барлық жұмыстарды қарап жүрміз. Жалпы шынында да соғыс жағдайындағы сияқты. Сосын енді әкімдерге де айтып жатыр, олар да өздері айтып жатыр. Ертең ауылдар блокадада қалып қоятын болса, судың ол жердегі дәрі-дәрмек, тамақ мәселесі, ол 94 жылы бір айдай болыпты судың ортасында тұрғанына. Сондықтан ол мәселелерді де біз ескеруіміз керек. Мысалы, ауыр науқастарды қазірден бастап босанайын жүріп жатқан өзіміздің жаңа қарындас қыздарымызды жаңағы ондай жағдайға блокадаға түсіп қалмас үшін облыс орталықтарына немесе басқа өңірлерге жіберу керек дейтін мәселелер бар. Міне осындай жұмыстардың бәрін қазір штаб ұйымдастырып жасап жатыр. Бір сұрақты қоймай кетпесем болмайды. Мына жерде вертолет мәселесі, тікұшақ жаңағы блокта қалып қалған, барса келмеске отырған азаматтар болуы мүмкін ғой. Осы азаматтардың жай күйінде ең бірінші кезекте көмекке баратын бұл тікұшақтар. Тікұшақтардың жаңағы жанармайы, соляркасы жетпей қалды деген сияқты мәселелер айтылып жатыр. Бір тікұшақты ұшыру үшін 1 миллион теңге қаражат керек дегенде дақпырт жетіп жатыр. Бұл қаншалықты рас? Сосын жалпы тікұшаққа біздің экономикалық ресурсымыз, жалпы жағдайымыз жеткілікті ме, қамтуға жеткілікті болып жатыр ма? Осыған жауап берсеңіз қысқа нұсқа. Енді жалпы вертолеттар мында Атырауда ұшып тұр. Өзіңіз білесіздер, осы алдында кеше ма осы Теңізшеврон 2 миллиард ақша бөлді. Төтенше жағдай жарияланғаннан кейін резервтегі ақшаларды пайдалануға болады. Енді жаңағы мұнай өңдейтін заводы бар Атыраудың. О жағынан проблема болмайды деп мен ойлаймын. Себебі осындай жағдайда бүкіл ресурстың бәрі осы болып жатқан үлкен төтенше жағдайға байланысты жұмылдырылады. Кеше ана Маңғыстаудан келген бүкіл арнайы техникалардың бәрі, мен жігіттермен хабарласып отырмын. Олар өздерінің дизельдік отындарын, адамдарын, тамақтарын бәрін тиіп жіберді. Халық осындай мәселеде ұйымдастырып жатыр. Енді тікұшақтарды қанша екенін білмеймін, оны енді төтенше жағдай министрлігі білетін шығар. Бірақ қазір о жағынан Атырауда проблема болып тұрған жоқ. Еділ аға, байласқа шыққаныңызға, уақыт тауып келгеніңізге рахмет айтамыз. Келгеніңіз деп қой, байласқа шыққаныңызға рахмет айтамыз. Аман болыңыздар, ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Аман болайық. Әрі қарай жалғастырайық. Жаңағы тікұшақтан ұшаққа көшсек, неге десеңіздер, осы аймақтарда нақты айтатын болсақ, Оралда, Атырауда, Ақтөбеде, Алматыға көшіп жатқан демейікші, кетіп жатқан халықтың нөпірі көп. Бірақ енді осы ұрымтал тұсты ұтымды пайдаланақ дейтіндер, білесіздер ғой қай компаниялар екен, аттарын атап түрлерін үстіме ақ қойын, бағаны еселеп қымбаттап жатқан көрінеді. Керек десеңіздер, 65 мыңнан басталған билеттеріңіз 600 мың миллионға дейін қымбаттап кеткен. Кешегі біз Ресейдегі терактінді білеміз, Крокус Сити Холлдағы. Крокус Сити Холлдағы. Сол кезде мысалға Яндекс такси жүргізушілері тегін қызмет көрсетті. Мына жергілікті біздің мына Құлсардағы тағы да айтайын, Атыраудағы, Оралдағы, Ақтөбедегі бүкіл көлік жүргізушілеріне
ұлттық арнада еліміздің бас саяси бағдарламасында тұрып рахмет айтқым келеді азаматтығы үшін. Неге десеңіздер, солар да тегін тасып жүр азаматтарды. Бүгін шығарыңыздаршы билеттердің бағасын. Бүгін Эйр Астана компаниясы бұл ақпаратты ресми түрде жоққа шығарды. Неге десеңіздер, керісінше біз көшем деген, кетем деген адамдар болса, біз рейстердің санын арттыруға дайынбыз деген сияқты мәлімдеме жасаған етін. Қазір мысалға қарасаңыздар билеттердің бағасын, немесе әріптестер сіздерде бар болса қолдарыңызда шығарыңыздаршы. Билеттердің бағасы осылай аспандап, өздеріңізде қарасаңыздар көздеріңіз жетеді. Билеттің құны 100 мыңнан басталып жатыр мысалға. Бұл енді мемлекет тұрғыдан реттеу мүмкін емес, қалай алсақ та ұлттық компания ғой, енді осындай алпауыт компаниялар өзімізден үлес алып отыр мысалға. Жұлдыз ханым, пікіріңіз? Негізі бағана таңертең миллионға жеткен құн туралы оқығам, бірақ одан кейін біздегі мәжіліс депутаты Айдарбек Қожаназаров та өзінің бөліскен арзандатты деп. Бірақ мен дәл қазір Астана-Астана бағытына кіріп көрдім. 9-11 сәуір 95 мың, 96 мың деп тұр. Ең арзандарында іздеп көрсек болады. Негізі бұл бір шетінен бизнес, бізде білесіз, көптеген заңдардың аясында бизнес қорғалған. Бірақ дегенмен төтенше жағдай аясында бұл бизнесқа байланысты бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін қайтадан сұрауымыз қажет. Бұл тек қана бұл жағдай емес, жалпы бүгінгі таңда көптеген мәселелерде бизнестің әлеуметтік жауапкершілігіне байланысты заңдарды қатаңдату қажет деп ойлаймын. Бұған қатысты менің ойымша депутаттық сауал жолдап бұл мәселені реттеуге болады, ол өзіміздің қолымызда. Бірақ дегенмен қазірдің өзінде бағдарламаны көріп отырған осы әуе компаниялары, ол тек қана бір компания емес қой, бірнеше компаниялар, олар құлақ түру қажет деп ойлаймын. Енді мен бағана ойлағам 35 мыңды 60 мыңға дейінгі бағасын көрген едім. Мүмкін тағы да іздеп көреміз, тағы да төмендеген бар шығар. Айбек мырза, сіз жақсы білетін шығарсыз осы баға мәселесін, баға саясатын. Өйткені сіздердің волонтерларыңыз немен барып жатыр сол аймақтарға? Қалай жетіп жатыр? Әрине, білеміз, баға жасыратын жоқ, қымбаттап кеткен болатын. Кеше мысалы Атыраудан Ақтауға ұшатын самолеттердің билет бағасы қатты шарықтап кетті. Әдеттегі 60 мың, 70 мыңның билеттер 200 мыңнан асып кеткен болатын. Содан кейін бүгін біз арнайлап әдейілеп хабарластық Эйр Астана компаниясына, қазіргі жағдайға байланысты қандай көмек бере аласыңдар деп. Ол кісілер бүгіннен бастап жалпы басшылығы шешім шығарды. Гуманитарлық көмектерді тегін жеткізіп беру жағын қарастырамыз дейді. Кез келген жаңағы гуманитарлық көмек жіберетін мекеме арнайы әуе компаниясына хат жазса, хатты аясында сол шешіп беру жағын қарастырып жатырмыз дейді. Ал билет бағасына бізге толық ақпарат берген жоқ. Яғни гуманитарлық көмекті тегін жеткізіп беру жағын қарастырып жатыр. Белгілі бір қауымдастығы, қоғамдық дастарға арналған шығар? Жоқ, ол кез келген жаңа мекеме егер хат жазса, қанша көлемде жіберу жоспарланып отыр, қандай заттар жіберілуге болатын. Сол туралы арнайы тізіммен перечімен қарап шығып, мүмкіндік болса, біз ол жағына көмек береміз деп отыр. Қазір билеттің құны 84 мыңнан басталып отыр, 93 мың, 100 мыңнан жалғаса береді. Бұл тіпті Атырау мен Астананың аралығы. Жоқ, миллионға дейін бірақ бағаны. Миллионға дейін жаңағы ауыспалы рейстерді айтып отырмыз. Қалай дегенмен де, мысалға, бір адам енді отбасын тастап жалғыз өзі көшіп кетпейді ғой. Жүргенде жаңағы тілсіз жаудан құтқару мақсатында, отбасын құтқару мақсатында көбісі әйелдерді, балаларды, қарттарды жібереді. Бір отбасында кем 5 адам дейтін болсақ, 500 миллион теңгені кім тауып береді? Бұндайда да менің ойымша ұлттық компаниялар, көлік министрлігі естіп отыр деп ойлаймыз. Әуе компаниялары кішкене жауапкершілікті және жанашырлық таныту керек деп санаймыз. Үзілістен кейін ораламыз, қымбатты көрермен. Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен. WhatsApp желімізге тікелей қоңырау шалсаңыздар да болады. Біз әрі қарай жалғастырсақ, мына елдегі су тасқынын талқылап жатырмыз. Әрбір енді 11 облысқа түскен салмақ, бұл әрбір отбасына, еліміздегі әрбір азаматқа қалай айтсақ та жанына да, жүйкесіне де, жүрегіне де тиетін мәселе. Біз сол аймақтағы азаматтармен біргеміз деп айтқым келеді. Қымбатты спикерлер, енді біргеміз дегеннен әрі қарай жалғастырсақ, осы волонтерлар мәселесін. Бүгін Қазавтожол компаниясы еліміздің мына 7 облысында республикалық маңызы бар автожолдарды су басып қалғанын айтқан еді. Осы жерде волонтерларға алаңдайтын бір негіз туады. Волонтерларға, яғни олар қалай жүріп тұрады? Олардың көмек көрсетуі, олардың қызмет көрсетуі, қалай реттеледі, олардың маршруты кім ұйымдастырады осының барлығы. Мысалға, сіздерге волонтер болғысы келетін азаматтар, ерікті болғысы келетін азаматтар не істеу керек? Әсіресе қазір өзіңіз білетін шығарсыз, Алматы облысы болсын, Астана болсын, Арқа, ар жақтағы ауыл аймақтарда не істесек болады? Қалай барсақ, кімге барамыз деген сияқты сұрақтар өте көп, өзіңіз білесіз. Әрине, сұрақтар өте көп. Бұл жұмыстарды көбінесе біз төтенше жағдай департаментімен бірге
үйлестіріп жатырмыз. Яғни бізде осыған ең бірінші басталған кезде бәріміз білеміз, Ақтөбе менен Оралдың ортасында жол байланыс үзілген болатын. Осы кезде бізде Оралға жөнелтілетін гуманитарлық көмектердің барлығын Атырау арқылы жіберуді ұйымдастырдық. Біріншіден, екіншіден әуе жолдары арқылы жіберуді ұйымдастырдық. Негізінде нақты бір сопровождающий болмаса сақтандыру бір арнайы ешқандай нәрсе жоқ, қарастырылмаған. Жолға қойылмаған. Жолға қойылмаған. Тек қана әр волонтерлік ұйымдар өздерінің шамалары келгенше жүк көліктеріменен гуманитарлық көмектерді жеткізу жұмыстарын ұйымдастыра береді. Біз тек алдын ала төтенше жағдай басқармаларымен, департаменттермен келісеміз. Осындай аймақтарда осы жұмыстар жүргізіледі деп арнайы жоспармен бөлісеміз. Яғни сіздер былайша айтқан кезде көздеріңіз байлаулы. Көз байлаулы. Өте қауіпті ғой бұл. Әрине, бірақ ол жерде біз алдын ала жолға шығатын кезде міндетті түрде осы төтенше жағдайдың жедел желісіне хабарласып, жолды бірінші ақпаратын аламыз. Содан кейін барып гуманитарлық көмектер тиелген жүк көліктерін жіберуге тырысамыз. Енді ол кейбір үлкен көлемдегі гуманитарлық көмектерді ғана арнайы сопровождать етіледі, бұл қорғау жергілікті жол полицияларымен бірге. Басым көпшілігінде жалпы әр волонтерлық ұйымдар өздерінің күшіменен техникаларымен сол жерге жетіп жатады. Ақыры осы тақырыпты жалғастыра берейік. Сіздің ойыңызша, жаңа кешегі Хазірет Сұлтан мешітінің жанында көрсетіп жатыр. Мынандай көмектер керек емес бізге, артық мыналарыңыз деген сияқты. Қажет емес заттар көп жібертіліп, жөнелтіліп жатыр. Ол әрине мысалға көлікке сыймай қалады деген сияқты. Қазір ең шұғыл керекті мынау деп айтып беріңізші. Киім болған кезде суға арналған киім, қайықтың өзі Астанада бітіп қалды деген әңгімені естідік. Ең бірінші керекті жылы киімдер де болды. Бұл жерде жылы киімдердің де қазір біршама қор жиналып қалды барлық аймақтарда. Ең зардап шегіп жатқан көп зардап шеккен 4 облыста бізде киім-кешек, азық-түлік белгілі деңгейде жиналды. Қазіргі таңда біз резинка етіктерді, қайықтарды қабылдап жатырмыз, моторлы қайықтарды. Одан кейін жылытатын және суды соратын насостарды сұрастырып жатырмыз қазір. Яғни ол облыстардың сатып алатын, даже қоғамдық қорлар, қайырымдылық қорлар қаржы бөліп, насостардың магазин дүкендерден көбісін сатып алып қойдық, ол жерде қалған жоқ. Сол мәселе сонда. Сол мәселе қазір бізде шамалы қиындық туындап тұр. Яғни біз бұны басқа облыстардан, оңтүстік аймақтан Астанада барынша іздестіріп, осы дүкендерден салып, сол жаққа жөнелтіп жатырмыз. Бізде мынандай бір жалпы қордың бір ұсынысы бойынша Астанада, жалпы Қазақстандағы бір, енді бұл білмеймін, кешеуілдеп тұрған мәселе ма, жалпы тікұшақтардың жалпы хабарласып, жалдап, қаржысын төлеп ұшып кететін мүмкіндік жоқ екен Қазақстан бойынша. Яғни бұл тек бізде құзырлы органдарда ғана бар, төтенше жағдайда ғана. Жұлдыз ханым, көрдіңіз ғой, біздің мына мемлекеттік органдардың ұйымдастыру жұмыс істеу алгоритмінің мүлдем негізсіз екен. Мысалға қарайтын болсақ, төтенше жағдайлар министрлігі, су шаруашылығы министрлігі бар мысалға. Одан кейін қай-қайсысын алып қарасаңыз да бір жүйелі түрде механизм қарастырылмаған. Мемлекет басшысының өзі алгоритмді қайттан қарау керек және жүйелеу керектігін тапсырды. Бұдан бөлек, енді мәжіліс депутаты ретінде өзіңіз де байқаған шығарсыз, мына волонтерлардың, еріктілердің жұмысының да мысалға жүйесіздігі. Мен таң қалып тұрмын, өйткені біз волонтерлық қызмет туралы заң жобасына өзгерістер енгізген кезде, жаңа сіз айтқан сақтандыру және оны қаржылай сақтандыру мәселесі қарастырылған, сондықтан да заңда қарастырылған. Неге жүзеге асырылмай жатқандығы маған қазір беймәлім. Бірақ ведомствоаралық жаңа байланыстың және жүйесіздік мәселесінде енді бәрін жамандай бергенді былай қарағанда оңай ғой, бірақ енді бір жақсылық іздеп айтатын болсақ, қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, апат басталған күннен бастап бірқатар депутаттарымыз кезегімен рет-ретімен өңірлерді аралап, өңірде халықтың бел ортасында жүр. Бұдан бөлек енді бірінші болып, сосын биыл енді бір ерекшелігі үкімет басшысынан бастап сол жерде мемлекет басшысы да барды, көрдіңіздер. Сондықтан да менің ойымша енді алгоритмді қайтадан бір қарау керек. Неге? Өйткені жаңа мына жерге шығып, су саласының нақты маманы айтты ғой картамен, қай жерден су келе жатыр, қалай оның бағыты болады. Біз сол кезде бір кәсіби маманның тілімен өзіміз түсіндік, қалай бағытталады және оның күнін, уақытын, жылдамдығын. Енді айтылды ғой, бізде сол бөгет сайлардың бойында, сол су жүретін жолдың бойында ылдида үйлер салынған. Біз қазір көріп отырмыз, кеше Қостанайда да ылдида бір супермаркет салынған. Ол жерге су келсін келмесін бір күні су алатындығы белгілі. Мына жерде көпір тұр, жол мына жоғарыда тұр, ана ылдида тұр. Яғни қазір мәжілісте екі үлкен құжат жатыр. Біреу су кодексі, екіншісі құрылыс кодексі. Осы жерде үкімет бар, парламент депутаттары бар, біз бірлесіп өзіміздің арамызда кәдімгі шешім қабылдау керек болады да, судың жүріп өту жолына қатысты қайтадан бір қарау керек, арналар. Және енді менің ойымша жаңадан ауылдар салу керек.
кәдімгідей бөлініп, осының бағдарламасының аты айталып, суға кеткен ауылдарды енді ылдидан көтеріп, биіктікте бір стандартпен, жақсы үйлермен үй салып беретіндей енді мидай жап-жазық қалада орналасқан ауылдар бар, оларға енді бұл заң жүрмейді. Ол жағын ескеруіміз керек. Енді бір жаңадан ауыл сарамыз ғой қазір, мысалы көріп тұрмыз ғой. Ең бірінші жаңағы ауылды айналып өтетін өзендер, сосын дамбыларды айтып отырмыз, бөгендерді айтып отырмыз. Бөгеттер, содан кейін барып жаңағыдай судың қоймасын, енді бізде осы күндері су маманы болмасақ та қайта-қайта оқып түсініп жатырмыз, қосымша қоймасы болады екен ГЭС-тің қасында. Қазір гидротехнология дегеннің не екенін енді біліп жатырмыз. Соның барлығы қажет. Енді мен бұл жерде бір нәрсе айтқым келеді, бізде су мамандығы тапшы, су мамандар мүлдем тапшы. Және ең үлкен нәрсе, мен ғылым туралы айтқым келеді да, біз үнемі болжам, мынау бүгін қар жауды, жаңбыр жауды, биыл су көп болады деген болжамнан бөлек бізге нақты ғылыми негізделген сондай зерттеулер қажет. Сондықтан мен ақпарат сұратқам ғылым және жоғары білім министрлігінен. Бүгінгі таңда 1100-ден астам жалпы 9 университетіміз, 1100 бакалавры бар, магистратурасы бар, PhD докторантурасы бар, су саласының мамандарын даярлап жатыр екен. Оның 97-сі PhD докторантурада білім алады, қалғандары магистратура мен бакалаврда. Жыл сайын 200-ден астам мамандар кәдімгі су маманы болып шығады. Бірақ бұл жерде бірінші жыл, екінші жыл өзінің саласында жұмыс жасайды. Айлықтың аз болуына байланысты басқа салаларға ауысып кетеді. Неге? Өйткені олар инженерлік және техникалық мамандықтарды игеріп шығады. Сондықтан мына үкімет қазіргі таңда мамандарға байланысты үлкен стратегия әзірлеу қажет деп білем. Біріншіден бағдарламаларына қатысты, зерттеуге қатысты, және үшіншіден айлық жалақысын да көтеруге байланысты. Бізге ең қажетті мамандарда маза қашқан заман ғой қазіргі. Шынын айтуымыз керек. Жылу электр орталықтарына алайық. Сол орталықтарда мысалға қызмет ететін азаматтарымыз 6 ай жұмыста, 6 ай жұмыссыз. Алатын айлықтары сол 150 мың, 200 мың теңге көлемінде. 170 мыңның аясында. 170 мыңның аясында. Не күнкөріске жетпеді, не бала шағаны бағуға жетпеді. Енді міне тағы да бір сүйел бетімізге алып келіп шығарып отыр. Бұл су тасқыны деген мәселе. Сол жерде жұмыс істейтін мелиоратор, гидротехнолог, гидротехник мамандарымыз айтып отырмыз. Гидроинженер мамандар. Хаманбек мырза, әріптестеріңіз көп па? Дәл осы жерде Жұлдыз ханымның айтып кеткеніне байланысты мен де ойланып тұрмын. Өйткені көбінде айтамыз, мамандар жоқ дейміз, иә? Ал жарайды, мамандарды шығарып жатыр. 1100 дедіңіз бе? 200 жыл сайын. Иә, 1200 жылда шығарып жатыр. Олар қайда барады, жас балалар? Қазір бұрынғыдай гидротехникалық мекеме деген немесе ірі шаруашылықтар жоқ. Бұрынғы кезде совхоз, колхоз деп, мысалы алысқа бармай, мына жерде біздің Шортандың ар жағында министрлік ол үлкен су қоймаларының, үлкен бөгеттер туралы айтып тұр ғой. Шағын бір ауылды сумен жабдықтайтын бөгетін шайып кеткен кеше ғана. Ол енді ақпаратқа да шықпайды, сондай ол мәліметсіз сондай болып жатқан апаттар көп қазіргі кезде. Себебі неден? Мен оны не үшін айтып отырмын? Бұрын мен мысалы өзім 8-ші класс оқып жүргенде совхозды сумен жабдықтайтын Қарашоқы деген канал салған, бетондап отыр. О жерде ПМК, енді жылжымалы механикаландырылған колонна дейміз ғой, ПМК дейміз, кезінде болатын. Сонда барып жұмыс істеп, мен бетонмен кәдуескідей бір совхозға деген бір канал салып жатқан. Мен гидротехник болам деп, сол 8-ші кластың жазды күннен жұмыс істеп жүргеннен содан пайда болды. Ал қазірғылар мысалы оқытты. Қайда барады? Баратын жері жоқ. Өйткені ана совхоздар, колхоздар жоқ. Фермерлерге гидротехник қажет емес. Қазіргі кезде өздері бәрін білеміз деп жүр. Мына биылғы су тасқыны ол арасында да үлкен мағлұмат. Бәрімізге үлкен сабақ. Одан кейін Жұлдыздың екінші айтып отырған нәрсесі ол болжам. Жарайды, болжам болды дейік. Мен болжамның сапасын айтайын. Мысалы, алысқа бармайын, бізде география және су қауіпсіздігі деген ғылыми институт бар. Қазгидрометіміз бар. Болжамдары уақытылы болды. Қазгидромет жайбырын айттым. Болжамның сапасын айтайын. Мен мысал келтіріп отырмын. Алысқа бармайын, мына Есілдің суы, өзіміздегі. Болжамда бұлай жазылып тұр. 136 миллион куб
тасқын су түседі деген. Жарайды. Ол нормасы. Ал болжамда бұлай көрсетілген 100 немесе 160 деп. Сонда я болады, я болмайды деген сөз ғой, бұлай айтқанда. Ал екіншіден болжамның өзінде мысалы, ол жері 160 миллион куб келсін. Ол бір күнде келе ме, 10 күннің ішінде келе ме? Екі түрлі жағдай ғой. Ондай мөлшерлері жоқ. Тәжірибеде қалай, мысалға шетелдік тәжірибеде бар ма, мысалы нақты бір сағат сияқты тықылдап тұрып, міне осындай уақытта осында су келеді деген сияқты. Шетелде вулканды да, цунамиді да алдын ала байқап, сол бойынша мамандар бар ғой. Енді, мүмкін біз өтпелі кезеңде осы мамандардан бас тартқан шығармыз. Оның дұрыс болмағандығы, осы 32 жылдағы дұрыс еместігін бүгін біз көріп тұрмыз, былай қарағанда. Біз 30 жылда су қоймасын салмағандықтан, су қоймасын 30 жылда бір су қоймасын салмадық. Су қоймасын салмағаннан кейін маман қайда деп сұрап. Онда бізде мамандар келеді ғой, соны салу керек, дамбының бәрін қолға алу керек, бұған үлкен стратегиялық сондай құжат болу керек, және соны енді су мелиорация министрлігін құрдық қой. Сол министрлік осыны қадам-қадаммен жасау керек. Үлкен проблеманы басын бастап беріңіз. Біз ары қарай жалғастырайық бұл тақырыпты. Бірақ қоңырауды қабылдамасақ, қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. Байланыстасыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ал тыңдап тұрмыз. Есімім Сағындық болады. Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Тегісай ауылынан хабарласып тұрмын. Мына біздің батыс өңірде биыл су тасқыны басып, бірталай ауылдық жерді әбігерге салып жатыр. Сол жөнінде бір ұсынысым бар еді. Мына депутат ханым мына жерде келіп отқан. Мына мен тұрып отқан, мекен етіп отқан ауылдық жерлер су тасу ешқандай қаупі жоқ. Керемет ауылдар. Географиялық орны өте қолайлы. Жаңа өмір сүруге. Ақтөбе, Орал, Самара, Шымкент тас жолының бойында 5 километр жерде орналасқан. Сол 5 шақырымы асфальттанды биыл. Үкіметтің арқасында, әкімшіліктің арқасында асфальттап берді. Енді ауыл дейтін бұл отделение Алмаз ауылдық округіне жатады. Сондай елді мекендерге неге үйлер салып, тұрғындарды сондай жерлерге неге шоғырландырмасқа деген ұсыныс. Бола ма екен сондайлар? Қай ауыл деді? Батыс Қазақстан? Батыс Қазақстан облысы Теріскей деді ғой деймін. Ең бастысы жаңағы 9 жолдың торабында орналасқан, су алмайтын ауыл, жерін қазсаң жер үйік деген сияқты. Тамырынан су ағады, керемет ауыл деп отыр ғой мысалға. Сол ауылдарға, ежелден тексерілген қауіпсіз ауылдарға жалпы адамдарды неге көптеп көшірмеске. Салатын болсаңдар сондай жерге салыңдар деген ұсыныс қой енді. Дұрыс, иә. Бұл енді шынымен де үкімет тарапынан ескерілуі керек. Өйткені жаңа айтып отырмыз ғой, жағалаулардың өзіне үй салып тастаған, жер салып тастаған. Енді осы жерде тағы бір сұрақ туады. Мысалға мемлекет басшысы ешкім көмексіз, ешкім қамқорлықсыз қалмайды деп отыр. Бірақ енді жаңағы жағалау деген енді заңсыз салынған ғой. Ол бармақ басты қол үсті жең ұшымен жалғасқан мәселе, айтпаса түсінікті. Ол жерді алу үшін біреуге бірден кейін бересің, содан кейін аласың, содан кейін саласың. Оларға да жаңағы үйді салып бере ма? Енді дәл қазіргі таңда үлкен мәселе үкімет тарапынан қарастырылатын, мысалы малдары, сонымен қатар жаңа үйлерінің тіркеуде болуы, сол маңызды болып тұр. Тіркеуде жоқ үйлерде салынады. Мысалы үлкен шаруашылықтарымыз бар ғой, мемлекет басшысы айтты, ешқандай ескерусіз қалмайды дейді. Түсініп тұрмыз ғой, нәубет болды, үлкен жаңа не болды. Үкімет қазіргі таңда барлық жергілікті жерде өздерінің комиссиясы құрылды. Сол комиссиясы үйді жүріп, құжаты бар, құжаты жоқ, бәрін тексеріп жатыр. Сондықтан да менің ойымша бұл жерде үй мәселесінде проблема болмайды. Үкімет бәрі де үйсіз қалдырмайды деген ойдамын. Бірақ мал мәселесіне байланысты, тіркеуде жоғына байланысты бір теңгерімді шешім болады деп ойлаймын. Жаңағы хабарласқан көрерменіміз Шыңғырлау ауданы Батыс Қазақстан облысы Тегісай ауылынан екен. Жақсы. Уақытша орналастыру мәселелерінде сондай ауылдарға ескерсе деген сияқты. Жақсы. Үзілістің уақыты келген екен, қымбатты көрермен, әрі қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирдеміз, әрі қарай жалғастырсақ, мына жаңа мамандар мәселесін тағы да бір толықтырып өтсек. Неге десеңіздер, 200-ге жуық маман, 1000-нан астам сол оқып жатқан бакалавр бар, магистратура бар, докторантура бар. Азаматтарымыз жүрдетіп қой, студенттер, осы білім алып жүрген. Бізде енді елдегі су қоймаларының саны 400 деп айттық. Енді су шаруашылығы министрлігінен келіп отырсыз ғой, 405 су қоймасы. Сол жаңағы мамандарға деген қажеттілік қалай осы? Нақты мамандар жетіспейді су қоймаларда және региондарда. Бізде жаңа ағамыз айтып отыр ғой, су мамандығын бітірген азаматтарға жұмыс өте баратын жері аз деп. Негізінен әрине су мамандығын бітірген адамдарға жергілікті жерде де региондарда жұмыс жетеді, бірақтан бармайды. Айлық аз, өйткені бізде... Айлық қанша?
Қазводхоз мемлекеттік мекемелері бар, Қазгидромет мемлекеттік мекемелері бар, және де акиматтың өзінде тоже жергілікті атқарушы органдарға да жұмысқа тұруға болады су мамандығымен. Коммуналдық мекемелерге, иә, дегенмен және су шаруашылық нелер, су қоймалар секілді жерлер гидротехниктер өте жетіспеушілігі байқалады қазіргі кезде. Жақсы, жалғастырамыз. Мынау төтенше жағдайлар департамент бастығының орынбасары Қостанай облысынан Асылбек Садуов байланысқа қосылайын деп отыр. Асылбек мырза, ассалаумағалейкум. Тобыл өзені арнасынан асып, Қостанайдың 10 шақты көшесін су басты. Қостанай облысының әкімі кеше әлеуметтік желіде осылай адам жетпей жатыр, тұрғындарды көмекке шақырып қолғабыс сұраған еді. Қазір қауіптің беті қайтты ма? Асылбек мырза, естіп тұрсыз ба? Саламатсыздар ма, құрметті барлық ақпаратқа қатысушылар. Жалпы енді Қостанай облысы, әрине бүгінгі күнімізге нақты айтатын болсақ, жоғары шегу өтті деп айтуға болады. Жалпы Қостанай қаласы бойынша бәріміз енді алғашқы су тасқыны оңтүстіктен басталып, о жақ енді тұрақты болғаннан кейін Қостанай қаласы және Рудный қаласы бізге біраз кішкене уайымға салды. Себеп Тобыл өзені көтерілу себебі. Бұл жерде енді нақты айтатын болсақ, мынау Қаратомар су қоймасы бар, соның толу, сол жақтан енді су ағызу, бүгін күнімізге айтатын болсақ, қалпына келтіру, сондай болжам бар. Себебі алғашқы 99%-ға Қаратомар және де Верхний Тобольск су қоймалары 99%-ға көтерілді дейтін болсақ, бүгін күнімізге 95%-ға дейін түсіп жатыр. Жақсы. Тобыл өзенінің өзі зерттеп қарағанның өзінде 35-40 сантиметрге дейін су төмендеді. Енді біздің әрине ең қауіпті осы Тобыл өзенінде орналасқан үйлерді және маңайындағы үйлердің ол 2 күннің ішінде біраз адамдар құтқару жұмыстары өткізілді. Бүгін күнімізге нақты айтатын болсақ, біраз адамдардың құтқару жұмыстар жалғасуда емес, құтқару жұмыстар өтті деп айтуға болады. Бірақ бір тәуліктің ішінде 120 адам, 43 бала маңайындағы кейбір мынау саяжай үйлердің ішінде адамдар бар болғаннан кейін оларды уақытша пункттерге көшіру жұмыстары атқарылды. Тобыл қаласымен, кешірім сұраймын, Тобыл қаласы мен Алтынсарин қалаларында эвакуация жүріп жатыр деп естіген едік. Халық жаппай көшіріліп жатыр ма? Осы жағын айтып берсеңіз. Содан кейін нақты қазір қандай қауіп бар? Мына Желқуар, Амангелді қоймаларындағы ахуал қандай, су қоймаларында? Жалпы эвакуациялық жұмыстар әлі күнге дейін уақытша пункттерге орналастыру бар. Ол жерде уақытша пункттерден бұрыннан осы күнімізге айтатын болсақ, 750 адам уақытша пунктінде әлі бар екен мәлімет бар бізге, және де оның ішінде 345 адам балалар. Жалпы 8200 адам өздерінің туыстарына жан-жаққа енді өздері кетіп жатыр. Оңтүстікті айтатын болсақ, Арқалық пен Жангелді о жақта енді ешқандай қауіп жоқ. Кейбір аудандарда өз үйлеріне оралу деген хабар жетіп жатыр. Бұрынғы енді су басқан үйлердің, енді су үйлеріне бізде енді мәлімет бойынша 161 үй суының астында бар екен. Нақты алдында да айттық, осы үйде оны нақты айтамыз. Бірақ кейбір үйлер жаңағы сол оңтүстік жағында Арқалық, Жангелді аудандарында о жақта енді халықтың өзі сол өз үйлеріне қайтадан кіру жұмыс жүргізіп жатыр. Яғни қауіптің беті сейілді деп айтуға бола ма Қостанай облысында? Қостанай облысының кішкене халықтың беті сейілді деп айтуға болады, бірақ енді бізге енді Ресей жағынан жаңағы қоймаларды, сол жақ қоймаларды Қаратомар мен мынау Желқуар қоймаларды сол жақты біз қадағалап отырмыз. Бізге Ресейден су келмесе болды. Ал жалпы мына жерде енді Қостанай облысы бойынша кішкене енді тұрақты деп, алдында енді қауіпті деп айттық, бірақ оны болжамдықтың алдын ала айтып қиын. Бірақ сонда да Тобылдың өзі 40 сантиметрге түскеннің өзі бізге бір
үлкен бір жетістік деп ойлаймыз. Рахмет сіздеріңізге, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Бізбен Қостанай облысынан тікелей байланысқа шыққан төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Асылбек Садуов жаңағы Жерқуар Амангелді су қоймаларына қатысты сұрақ қойғым келіп отыр. Енді Асылбек мырзаның өзі айтып отыр ғой. Ең бастысы Ресейден су келмесе болды деп. Келе ма, келмей ма? Ол 100% кепілдік бере алмаймыз деп отыр. Сіздердің қандай жорамалдарыңыз бар? Жалпы Тулбу өзені Ресей территориясынан бізге кіргеннен кейін Желқуар су қоймасынан Желқуар өзені келіп приток дейміз, оның саласы. Желқуар су қоймасы қазір толып тұр. Ол да келген судың бәрін. Картаны шығарып қойсаңыздар. Келген суды ол да тастап Тобыл өзеніне жіберіп жатыр. Оны бірінші қабылдайтын жоғарғы су Тобыл су қоймасы, Верхний Тобольская деген. Одан кейін Рудный қаласына жақын бізде Қаратомар су қоймасы бар. Оның келіп құятын су ол Аят өзені. Аят өзенінің бастауы оның саласы Қамыстаят. Оның бәрі даланың қарын суын, ерген суын бәрін қосып келіп, осы Қаратомар суына, су қоймасына келіп нақты салмақ салады. Әрі қарай қалай кетеді судың жолы? Тобылдан басталған. Тобылдан басталған су әрі қарай Қостанайдан әрі қарай Ресей территориясына кетеді. Ресей территориясына кетеді. Жақсы. Қымбат спикерлер, және айтып отырмыз ғой, төтенше жағдайлар департаменті бар, мемлекет басшысының қалауымен, бұйрығымен мінекей қорғаныс әскерилеріміз араласа бастады қазір осы біздің қауіпсіздігімізге қатысты. Ішкі істер министрлігі жүріп жатыр. Сосын мына жақта еріктілеріміз жұмыла көтеріп жүкті жеңілдетіп жатыр. Осы жерде енді мынадай сұрақ туады, қазіргі сол өңірдегі былайша айтқан кезде әкімдіктердің жұмысы қандай, функциясы қандай? Сіздер айтып отырсыздар, төтеншеліктерге хабарласамыздар деп. Әкімдіктер не істеп отыр сонда? Функциялар қандай, осыны түсініп алсақ біз. Негізгі функциялары. Барлығын былай қарасаңыз, үйлестіруші төтенше жағдайлар департаменті, әскерилер қауіпсіздікке жауап береді, төтеншеліктер тағы да құтқаруға жауап береді, ішкі істер министрлігі құқықтық алаңға жауап береді, былайша айтқан кезде қауіпсіздікке. Енді олардың әртүрлі бойынша өздерінің міндеттері бар. Мысалы, білім саласын алайық, қазір мектептерде эвакуация орталықтары ашылды. Сол жердегі берілетін тамақ, сол жерге жеткізілетін мәселелер, кімде қандай жаңағы ауру болып қалып жатса, оны бар жеткізетін. Сондықтан да әкімдіктердің де міндеті. Азаматтар әкімдікке не үшін бару керек деген кезде, соны білу керек қой. Ең бірінші кезекте. Бүгінгі таңда өңірлерде кәдімгі әрбір штаб құрылды. Жедел осындай шұғыл штабтар құрылды. Сол штабтың ішінде ішкі саясаты бар, барлық білім, денсаулық сақтау, барлық құрылымның мамандары бар. Неге? Өйткені ол ішкі ситуацияны қарастырып отыру керек. Енді әртүрлі ғой, ол судан бөлекте адамның ішкі қажеттіліктері бар, сұраныстары бар, соның бәрін реттейтін мәселе да. Сол мәселе бар. Содан кейін барып, енді бүгін мысалы Күнзаққа жазып жатты ғой, біреуге бір нәрсе жетпей қалуы мүмкін, біреуі ауырып қалып, соны жеткізу керек болады. Басқа жерге волонтерларды реттеп жолдау керек болады, келген жаңа гуманитарлық нені бөлу керек болады. Сондықтан да менің ойымша әкімдіктің де функциясы үлкен. Енді мынау содан мемлекеттен көрсетілетін бір реттік көмек бар емес пе, қымбат компенсация бар, басқасы бар, осының барлығы әкімдіктерге қатысты. Сосын қандай да бір көмек керек болатын болса, гуманитарлық көмек, ас, су, ішіп, жем, одан кейін мынау төрттілік малыңызға қажетті жаңағы жем болатын болсын, шөп болатын болсын, осының барлығын осы әкімдіктерге хабарласуларыңыз керек екенін ескереміз. Өзіңіз білесіз, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне тиесілі екен деп, мысалға алаяқтарға ұрынып қалып жатқан қазір азаматтарымыз бар. Осыны ескере кетуіміз керек. Әкімдіктерге барасыздар, бұл ешқандай еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне кірмейді. Жалпы бұндай кезде кез келген сұрақты ресми органдарға қойыңыздар. Бұл да тағы да сіздердің адасып қалмауларыңызға немесе басқа бір нәрсеге ұрынып қалмауларыңызға септігін тигізетініне 100% сенімдіміз. Енді қымбат спикерлер, соңғы сұрақ қоя салайын. Мына қазір кредитке 3 ай каникул жарияланды. Несиеге біздің азаматтар сол төтенше жағдай жарияланған аймақтарда. Мұғалімдер аттестациядан босатылды. Қазір енді сіздердің ойларыңызша қысқа нұсқа жауап берсеңіздер, әрқайсыларыңыз ең шұғыл қажетті қандай шешімдер керек деп ойлайсыздар? Тағы да неден босатуымыз керек, немесе нені талап етуіміз керек азаматтарымыздан? Менің ойымша ұлттық бірыңғай тестке қазір уақытына байланысты шешімдер қабылдану керек. Өйткені су басқан оң өңірде, мысалы, қаншама балаларымыз 11 сыныпты бітіріп. Сабақ қалай жүріп жатыр ол жерде? Онлайны бар, сосын онлайн еместері бар. Енді алдында оқу ағарту министрлігі көрсетті ғой, су басқан жерлерде кейбір жерде онлайн болып жатыр, кейбір жерде менің ойымша жазға ауысқандар да бар. Бірақ мені қуантатыны аттестация мәселесі келесі жылға ауыстырылғандығы. Өйткені оң өңірдің мектептерінің мұғалімдер дайындалу керек қой аттестациядан. Мысалы, былай өте алмай қалса, ертең оларға да үлкен
жүктеме. Сондықтан да менің ойымша қазіргі таңда ғылым және жоғары білім министрлігі ұлттық бірыңғай тестте тапсыратын балалардың санын қай мамандыққа соған байланысты үлкен жұмыс жасау керек, және олардың датасын ауыстыруға байланысты, гранттарды бөлуге байланысты да менің ойымша нақты нысаналы жұмыс жүргізу керек деп ойлаймын. Сосын құрылысы енді басталу керек нысандар бар ғой. Құрылысы бітетіндерді құрылысын бітіру керек, құрылысы енді басталатын нысандар бойынша менің ойымша мораторий жариялау қажет секілді. Рахмет. Біздің тақырыбымыз, уақытымыз бізге берілген өкінішке қарай мәресіне жеткен екен. Қымбат спикерлер, уақыт тауып келгендеріңізге алғыс айтамыз. Біз бүгін де ертең де бұл тақырыптар қарай жалғастырамыз. Ел аман болсын, тілсіз жаудан аман болайық. Сау болыңыздар.